Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін вафли пісірудің рецептісімен бөлісем сіздермен. Өте бір керемет. Сіздің шайыңыз қайнағанша осы вафлиді пісіріп тастауға болады екен. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Бұл вафлидің жасалу жолы өте қарапайым. Үйдегі бар азық-түлікпен жасай салуға болады. Өте дәмді, жылдам дайын болады. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мінекей. Вафлиді вареньямен, мёдпен, не болмаса қаймақпен солай жеуге болады. Өте керемет дәмді. Күшті болып пісіп шықты ғой. Бұл вафлиді дайындау үшін мен 2 жұмыртқаға 80 грамм шекер, 2 ас қасық сұйық май, жарты ас қасық сода, 170 грамм сүт, 170 грамм ұн бәрін қосып, осылай жақсылап араластырып аламын. Қамырдың сұйықтығы енді қаймақтың қоюлығындай болу керек. Енді менде осындай вафли пісіретін аппарат бар. Осы менің ішіне салып, вафлилердің бәрін пісіріп аламын. Егерде сіздің аппаратыңызға осы вафли пісіріп атқанда жабысып, нетіп атса, кішкене май жағып жіберіңіз. Сол кезде жабыспай күшті әдемі болып пісіп шығады. Мінекей мен вафлиім дайын. Бар жоғы бір 10 минут, 15 минут уақытым кетті. Мен шайым қайнағанша осы вафлиді пісіріп алдым таңғы асқа. Сіздер де менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менің каналымда күн сайын осындай өте күшті, керемет, дәмді рецепттер шығатын болады. Асыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Сау саламатта болыңыз. Осы рецептпен вафлиді міндетті түрде пісіріп көріңіз. Сіздікі де осындай күшті шығатынына мен күмәнім жоқ. Сау болыңыз.